Сәлем достар, бүгін сіздерменен очпочмак дәмінің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін 300 грамм қаймаққа 1 шай қасық сода салып араластырамыз. 1 жұмыртқа қосамыз. 1 шай қасық тұз қосамыз. Араластырамыз. Жақсылап. Енді 50 грамм шамасында үй температурасында тұрған сары май қосамыз. Шамаменен 500 грамм ұн қосамыз. Ұнымызды бірден қоспаймыз, ақырындап қосамыз. 500 граммнан көп немесе аз кетуі мүмкін. Жұмсақ қамыр елейміз. Кішкене қолға жабысатын қамыр болады. Енді очпочмагымыздың салмасын дайындаймыз. 300-400 грамм тауық төс етіне 1 ұсақ туралған жуа қосамыз. Және 2 үлкен картоп қосамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз. Араластырамыз. Қамырымызға ұн себе отырып, кішкентай бөлшектерге бөлеміз. Менде шамаменен 18 штук бөлшек болды. Видеода көрсетілгендей. Домалақтаймыз. Енді қамырымызды жайып, ішіне салмасын салып, 3 бұрыш етіп түйеміз. Ортасын кішкене ашық қалдырамыз. Видеода көрсетілгендей. Осылай барлығын түйіп дайындап аламыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз. Егер ұнаса, күнжіт мак себуге болады. 180 градуста 25-30 минут пісіреміз, сап-сары болғанша. Енді 2 ас қасық сары майға 100-150 граммдай ыстық су қосамыз, араластырамыз. Шамаменен 15 минут өткен соң, очпочмагымызды алып, ішіне сары май менен араластырған суымызды ортасына құйып шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Ол біздің очпочмагымыз сөлді, өте дәмді болады. Әрі қарай 15 минут пісіруді жалғастырамыз. Біздің очпочмактар дайын, өте дәмді, нәзік, жұп-жұмсақ болып піседі. Өте тез дайын болатын тағам, міндетті түрде жасап көріңіздер, кеңес беремін. Өте керемет шығады. Балаларыңызға, отбасыларыңызға ұнайды. Егер менің видеом ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.